Сабақтың тақырыбы адам-компьютер өзара әрекеттестігі. Сабақтың мақсаты оқушыларға адам мен компьютердің өзара әрекеттесу тәсілдерін, интерфейс түрлерін және олардың маңызын түсіндіру. Білімділік адам-компьютер өзара әрекеттестігі ұғымын түсіндіру. Компьютерлік интерфейстердің түрлерімен таныстыру. Графикалық, мәтіндік, дыбыстық және тағы басқа. Қолданушы мен компьютер арасындағы ақпарат алмасу жолдарын сипаттау, дамытушылық. Оқушылардың логикалық ойлау және талдау қабілеттерін дамыту. Технологияны тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Тәрбиелік, компьютермен жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыру. Қауіпсіздік және этика нормаларын сақтау қажеттілігін түсіндіру. Адам-компьютер өзара әрекеттестігі. Интерфейс дегеніміз не? Интерфейс бұл компьютермен пайдаланушы арасындағы өзара әрекеттесу және яғни байланыс құралдары мен әдістер жиынтығы. Яғни интерфейс арқылы адам компьютерге бұйрық береді, ал компьютер өз жауабын көрсетеді. Интерфейстің түрлері: графикалық интерфейс бұл экранда көрінетін белгішелер, терезелер, батырмалар арқылы жұмыс істеу. Мәтіндік интерфейс командаларды мәтін түрінде енгізу арқылы жұмыс істеу. Дыбыстық интерфейс дауыстық командалар арқылы басқару. Тереңірек интерфейстер сенсорлық экрандар, жүйесті тану, виртуалды шындық және тағы басқа. Интерфейстің мақсаты қолданушыға компьютермен ыңғайлы және түсінікті байланыс жасау мүмкіндігін беру, құрылғыны басқару, жеңілдету, ақпаратты қабылдау және беру процестерін тиімді ұйымдастыру. Интерфейс адам-компьютер екі негізгі құрауыштардың қосады. Диалог процесі фондық процесті бір жүйеге ұластырады. Енгізу-шығару процестері пайдаланушының аралығында физикалық және диалог процесімен байланыстырады, қамтамасыз етеді. Адам мен компьютер арасындағы байланыс операциялық жүйе немесе интерфейс. Компьютердің негізгі құрылғысы ол жүйелік блок. Құжаттарды көшірмелеу құрылғысы ксерокопия. Дербес компьютердің кішкентай құрылғысы тышқан, офистік бағдарламадағы мәтіндік редактор Word. Дыбыс естілетін қорап колонка. Мәлімет енгізу құрылғысы пернетақта. Компьютердің маманы программист. Бүкіл әлемдік желі ол интернет. Компьютерді вирустан қорғайтын бағдарлама антивирус. Адам интерфейс екі негізгі құрауыштарды қосады. Диалог процесс фондық процестерді бір жүйеге ұластырады. Енгізу-шығару процестерді пайдаланушының аралығында физикалық және диалог процестермен байланыстырады, қамтамасыз етеді. Диалогтық процестер қолданатын енгізу грамматикаға хабарларды пішім бойымен жүктеуге болады және басқарылатын пайдаланушылар немесе жүйемен диалог жүргізудің тәсілі бойымен. Жүктеу енгізуге сауалын аты жөнін көрсететін анықтамалардың түрімен есептеумен анықтап алуға болады. Грамматикадан тәуелсіз немесе диалог жүргізудің тәсілі интерфейстің негізінде келесі цикл жатады. Айқын және айқын емес сұраныс енгізу дерегіне. Деректерді енгізудің процесі арқылы. Енгізу деректерді тексеру. Қайталанатын, яғни енгізу деректерін қолайлы қабылдағанша. Адам-машиналық интерфейс немесе қолданушы интерфейс басқару жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Ол оператор, қолданушы және мехатрондық жүйе арасында ақпаратты алмасуды қамтамасыз ету үшін арналған. Адам мехатрондық жүйемен өндіруші және қолданушы сияқты кездеседі. Мехатрондық жүйе өндірушінің мақсаты берілген интерфейс үшін қандай жабдықта қолданылатын шешу және де өндіруші программалық қамтамасыздандыруды дайындайды. Яғни интерфейс көмегімен оператор мен мехатрондық жүйе ақпаратты керектігін немесе ұмтылу керектігін, нені күту керек және орнатылған жағдайда тез шешу керек. Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас, операциялық жүйе, интерфейс, бағдарлама жасақтамасы. Пайдаланушы интерфейс
Пайдаланушының жүйемен әрекеттестігін жасақтайтын программалық құралдар кешені. Пайдаланушы мен жүйе арасындағы байланыс құралы. Интерфейстерді құрудың жалпы принциптері. Интерфейсті құрушы өз білімдерін пайдаланушылар жұмысына жағдай жасауға қолдана білу керек. Ол оның талаптарына, қолданбалы міндеттеріне сай қанағаттандырып қана емес, пайдаланушының физикалық және психологиялық сұранысына сай интерфейс жасап шығу қажет. Адамның психикасына бейімделу мүмкіндігін ескеру керек. Адамдар тез үйренеді, соған қарай олардың психологиялық сұраныстары мен жұмыс тәсілдері өзгеріп отырады. Компьютер ойындарын жасаушылар көп күштерін адам мен компьютер арасындағы интерфейсті жобалауға жұмсайды. Мысалы, компьютер ойынның өзі интерфейс болып табылады. Адам компьютер интерфейс жүйенің бөлек компоненттері ретінде. Жүйедегі деректер құрылымын өз құрылымдардың өңдеу алгоритмінен бөліп алғандай, біз интерфейс адам компьютерді қолданбасынан белгілі дәрежеге дейін бөліп ала аламыз. Жүйені өңделетін файлдардың құрылымын бөлек жасаған сияқты, интерфейсті де бөлек жобалау керек. Кіріс және шығу деректер берудің құрамы мен түрлі интерфейсті жасаушылардың мұқиятты талдауында болу керек. Жасап шығарудың реті. Жасап шығару процесі жаңалықты қажет етеді, және де бұл жаңалық майда шүйденің ішінде жоғалып кетпеуін, қолданылатын әдіс-амалдарын дұрыстығын қадағалау керек. Қазіргі кезде пайдаланушылардың көпшілігі әртүрлі жүйелерге кіре алады. Сондықтан олар жүйелер ауысқан кезде өз жұмыс тәсілдерін ауыстыра қоймайды. Ішінде біркелкі жұмыс істейтін программалық жанұяларын дамытқан дұрыс. Бұған сондай-ақ әртүрлі жүйедегі программалық интерфейстер библиотекасы мүмкіндік береді. Интерфейс құрудың қабылданған принциптерін пайдалану. Пайдаланушыларды тарту, пайдаланушыны және оның мақсатын түсіну, нұсқауларын орындаудан беру оңай. Жүйені жасаушы және аналитик өз жұмысын қолданудың барлық саласын жақсы біледі деп және потенциалды пайдаланушының психологиялық қажетін терең түсіне алады деп күтуге болмайды. Негізгі типтік принциптердің бірі аналитикалық болашақ. Пайдаланушыларға сұрақ жүргізу арқылы дерек алуында болады. Керек сұрақтарды жинаудың пайдалы әдісі өзін жүйемен жұмыс істейтін пайдаланушының орнына қою. Бірақ интерфейстің қолайлығын бағалаудың бірден-бір әдісі ол іс жүзінде пайдаланушының дұрыс жұмыс жағдайында жүйемен қалай қарым-қатынас жасайтынын көріп білу. Қорытынды. Интерфейсті құру кезінде осы принциптерді ескеру жүйенің қолданыстағы тиімділігін арттырады, пайдаланушылардың тәжірибесін жақсартады және қателер санын азайтады.